қаһар соққан ауру деп айтайын менде мен анай беш проблеманы өзіңде қойын ашықладың сен аны. Бұл нәқ бір ел элек болды. Мен текшерінерге бардым енді. Сезіп алдым енді. Бір уплотнение деп айтайын менде мен анай. Түйір деп айтайын. Әйе. Шуны сезіп алдым да, бардым. Мен енді ол яқтан, сәлемәтлік яғынан мен бет енді бектігі өзімні қорарға, өзімні қойғыртырға яратам мен. Зиянлы еверлер ашамайым, әйме. Спорт білен шығырләнәм бет енді. Шушы халіне сезіп алдым да бардым. Бір нәрседе ойламыш енді тігі барам да, текшіріліп қойтам, барса да яқшыдыр енді, не деп енді, шул айтып барғаштын. Міне УЗИ анализлары врачқа ұшамады. Шушы УЗИ анализлары ұшамағаштын, ол енді тағында нықлырақ анализ алып, оны жібәрділер енді текшірерге, һәм шушы анализны білгәштін, енді шушы диагнозны қойдылар. Бұл диагнозны қойған күн менің съемкалар, яңа ел съемкалары түшіріп ерейдік ол вақытта. Съемка вақытында ертен әзірленіп ерген вақытта шалтыраттылар, келегіз, келерге керек, сіздің анализлар әзір. Метем телефоннан айтыңыз енді бүгін келе алмайым бет деп сұрадым. Жоқ, келерге керек деділер. Съемкаға бардым. Ярты съемканы түшірдік те енді вақытына белгіленген вақытқа барғаш енді әлі макияжлар, шешілер ясалған бет. Мен барам да тезгене кіріп, справканы алам да шығып кетем. Башқа кетіріп сұқтылар мені енді жер обылды шыл вақытта. Шул злокачественный опухоль деп айттылар енді. Көкіректе злокачественный опухоль молочной железы болды. Бик ауыр шыр башланды енді менің үшін ол вақытта. Бұл бит әлі бір генә версия болды, әйме. Мен бит енді мұны қазір нешләргә білмейм, қоя барырға білмейм. Нендей врачқа қойдан ишігі ашыла, ол онкологический центрның ансында білмейм. Шушы бірінші диагнозны әйткен врач меңа оның юлларын көрсетті енді. Менә сен барырға керек шунда, шундай анализларын қабаттан береге керек. Ол меңа сөйледі бір еллық планны. Мен сеңа қазір бір еллық планны расписала дейді, yazып бердім дейді, сөйлеп аңлаттым дейді. Сен дейді башта дейді көңіліңдә дейді, мұны қабыл еттерге керек дейді. Қабыл ете алмасаң, дауалану бұлышпасқа мүмкін дейді. Тіріләсін келсе, сен өзіңе ышанып, өзіңні міне былайттырып қола алып, өзіңе мақсат қойып, шолай ішлерге тиішсің, врачларыны тыңларға тиішсің дейді. Шошылай айттырып, меңа декабрь ақырына операция ясалырға тиіш деген вердикт шықты. Операция ясарға керек дегеште башта ойланып қалдым, анарсың метем. Тоқталылайсен, операция болғаш бетінде бұл шешіні алып аталар да, мен бетінде организмда бірінде раковый клетка қалмай, мен бетінде тірілем деген үміт білен, менінде егіре шушы датыны күтіп кіріп яттым. Анда 29 декабрь бүтін кіші яңа елға әзірлене. Балаларының каникулары башланған шыр. Бір кімге бір нәрсе әйтмеші, Булат білді, ике әнейбіз білді, бір туғанларыбыз ғына білді. Хәтта балаларға да әйтмәдік біз мұны. Хәтта ұлы қызым метінде менің 17 яшылық, ол тігі аңлай тұрған яшта. Шол, бүтін шышыны алдырып атам, анарсың барса да әйбәт болашақ деген өзімні қолға алып шушылайттырып, шондай настрой білән, шондай кайф білән кіріп яттым әйе. Анарсың Булат неше қабыл етті міне бұл қабырын? Булатқа шулай Әйткен кімнің қатырлысың бір бет нешік етіп? Булат менен білен барды бет. Врачқа біз екеу бардық. Мен де мәйтем, қолдырмайын сен мені мәйтем, негедір көңілім тартмай бірге барығын дейді. Ол енді керісінше врачтан шындай диагноз ішіткәш, мен бет енді менің көзден ешаға, мен елейм, мен қояғында сұрашу, мен нәрседір сұрарға, нешлерге деген сұрауында әйт алмайм. Мен елімді елім, әлі балаларына ойлайсың, әлі кішкене деп ойлайсың, бүтін сөйді ол вақытта башқа келедір. Әйенді, ең бірінші ратта бетінде балалар көз алдына келе, ондай вақытта. Зейнепке неше сен қазір? 4 болды. Әлі кішкене бет әлі. 4 болды аңа. Балалар турында ойлайсың, әлбетте. Онда білесің, ең бірінші ой дүрісіңін айткенде, менің күмі ғұмырым яшарға қалған мекен деп ойлайсың. Ең бірінші ой шында кіремін мұнда.
Теге ул диагнозны ишеттең дә, ой, мин ричт итәм, минем барысы да әйбәт булачак дигән фикер анда башыңа да килми. Бу бит инде сиңа менә кинәт кенә сугу кебек, башыңа суккан кебек. Чынлап да кеше югалып кала, нишләргә белми. Кемгә барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә. Безнең бит инде халыкта, ул менталитетта психологка бару кебек әйбер юк бит инде ул. Ул соңгы елларда гына барлыкка килде. Чарасызлык, Чарасызлык, әйе. Демәк, сиңа операция ясадылар һәм операциядән соң инде бу мәсьәлә хәл ителдеме? Операциядан соң бу хәл ителмәде, чөнки әле ул вакытта январьга кирдек бит инде. Январьда бәйрәмнәр. Әле ул операцияда алынган ниләрне, материалларны җибәрәләр тикшерергә, ул тагын бер айга якын билгеле була. Тикшерелә, әйе, аннан соң нинди лечение. Мин инде бик көттем, химиотерапия булыр дип уйладым, чөнки миңа әйттеләр икенче стадия. Икенче стадия булгач инде ул барыбер укыйм бит инде, интернет укыйбыз бит инде, без бит инде беләбез бөтен нәрсәне. Әйе, белгечләр интернеттан укып, все, мин уже чәчләрем коелуга да әзер идем инде, химия булсын дип ниттем инде, көттем. Ә миңа әйтәләр шалтыратып, сезгә химияда башка лечение юк, сезгә таблетированное лечение диләр инде, гормон терапия. Мин киттем Мәскәүгә, анализларымны алдым да, тагын бер кат тикшертергә. Менә бу онкология темасына кирип киткәнче, әйме, бәлки тамашачыларга да ул кирәкле информация булыр, кирәкле мәгълүмат булыр. Бер врачның фикерен башка врачтан второе мнение диләр инде, ишетергә кирәк, исбатлавын таләп итәргә кирәк. Бу кешенең үзеннән тора. Шулай ук син шул ук поликлиникадагы врачка күренәсеңме, яисә инде башка шәһәрнекенә барасыңмы, сине һәр вакыт менә икенче врач сиңа шушы әйберне исбатларга тиеш. Мин бардым Мәскәү янындагы Обнинск дигән шәһәргә, анда шундый онкология үзәге бар. Мин анда бирдем бөтен стеклоларымны, анализларымны лабораториягә, һәм миңа әйттеләр, сезгә дөрестән дә шушы лечение кирәк, шушы лечение белән җиңеп, булдырып, дәвалану алып була диделәр инде. Бүгенге көндә инде син, иншаллах, сәламәт хатын-кыз. Сәламәт. Аллаһка шөкер. Менә язмыш